Бүгін мен сіздермен өте қызықты, актуалды теманы талқылағым келіп отыр. Ол қызықты тема бізде осы кесек, иә. Кесек дейді, біреуі мел, енді орысшасы, біреуі бор дейді. Әр жерде ол названиясы әртүрлі. Әр қалада әртүрлі. Еще оның түрлері де өте көп, кесектің түрлері, иә. Біреуі қатты кәдімгі топырақ сияқты болатын болса, қоңыр цветті, ал екінші жерде ол көк түрі бар, оның тастай кәдімгідей. Келесі бір жерде аппақ түрлері бар. Оны бор деп айтады осыны. Енді мен соңғы кезде бұл жалпы видеоны шығаруға не түрткі болды десек, ол өзімнің өткен өмірім и менің айналамда жүрген адамдар. Маған көбісі айтады, менде анемия дейді. Ең басты осы кесек жеген кезде сізде анемия пайда болады да, ең басты бір ауруға түрткі болатын себеп деп қарауға болады. Одан соң мен жұмыста жүрген кезде тоже бір менен жасы үлкен ғой енді, ол тоже кесектен арыла алмай жүрмін дейді. Осыдан менде анемия дейді. И балам тоже жейді дейді. Қараңыздар, анасы нені пайдаланса, баласына ол беріледі. Генетический болсын, жалпы мысалы анасы нені употребляет, дети тоже повторяет, да? Вот. Сондықтан да бүгінгі айтқым келетін дүние ол осы кесектен қалай арыламыз. Жалпы неге жеп жүре бермеске, иә? Егер пайдалы болса, бәріміз кесек жейтін едік деген сияқты. Мен осы кішкентайымнан бастап тоже менің анамда кесек жеген, и ол маған берілген. Себебі ана жүкті кезінде кесекті жейтін болса, онда балаға белгілі бір витамин жетіспейді. Енді кесек сізге ешқандай витамин бермейді ғой. Получается, ол балаға витамин жетіспейтін болып туылады. И ол сол витаминді бір нәрседен іздеп тұрады. Бір нәрсе жегісі келіп тұрады. Ол баланы, чтобы ол затты требовать етпес үшін әртүрлі витаминдер бар, балаларға арналған, сол витаминдерді беріп дальше кесектен алшақтатуға болады. Бірақ көп ата-аналар оны байқамайды. Мен балам кішкентай, кесек жемейді, анау мынау деген сияқты байқамауы мүмкін. Ол уақыт өте келе стенаны андай қырып жеуі мүмкін, далаға шықса стенаны қырып жеуі мүмкін деген сияқты әртүрлі процестер байқалуы мүмкін жалпы. Мен өзіме келетін болсам, мен кішкентайымнан бастап, сол мектеп жасымнан бастап кесек жейтінмін. Кесек жегенде мен кәдімгідей андай қылып алып алатын кесектерді. Мен именно андай қоңыр түсі бар ғой, там күнге кеп жүрсең, вообще дәмі вкусно. Шыны керек, сол кезде маған вкусно болатын өте. Соны мен терезен айнаның алдына отырып алып, өзім қара отырып, мен соны жейтінмін. Әлі есімде, шыны керек, ол кезде бізде өте арзан болатын ол кесектердің бағасы. Не только мен жеймін, оны класста көбісі жейтін болды. Балдарға дейін жетіп партаның астына тық қоямыз, сол жерден алып жеп отыратынбыз. Одан соң мектепте жейміз оны, одан соң үйде тағы жейміз. Сөйтіп мен примерно 11-12 жасыма дейін кесек жедім. Одан кейін оны тоқтатқан жоқпын, шыны керек, жалғастырдым. Тіпті осы 15-16 жасыма дейін, тіпті 18 жасыма дейін жеп жүрдім кесекті. Одан кейін мен ойландым. Бір күні менің көрші жеңешем айтты маған, кесек әкеліп берші деді. Сол кезде мен ойландым, өзі жүкті, өзі кесек жейін деп жатыр. Одан соң жалпы менің анемия болдым уже, мен мектеп жасынан анемия болдым. Всегда андай счетта тұрдым, әртүрлі дәрі-дәрмектерді қабылдадым. Одан соң ойландым, мен қанша жерден дәрі ішіп жатсам да, менде ол көтерілмейді. Себебі мен кесек жесем, ол қайдан көтерілсін? Сіз қанша жерден дәрі-дәрмек қолдансаңыз да, кесекті бірге жесеңіз, онда әрине сізге ол дәрінің эффектісі болмайды ешқандай да. Одан кейін мен ойландым, мен қалай құтылсам болады кесектен? Мен болашақ анамын, болашақта әйел болам. Мен ертең баламның оны суға салып қояды, әртүрлі жолдармен дайындайды оны. Оны жуады, кептіреді, мысалы, оның составы не бар екен білмейсің, мысалы, ол дейтін топырақ, мысалы, елестету керек та, адам просто андай жек көретіндей қылып елестету керек. Мысалы, жерде жатады ол да, например, жерде елестетсек біз, как жерді әркім басады, оның үстіне мусор тастайды да, и как-то сіз сондай бір затты жеп жатсыз да, қараңызшы. Сондай қылып мен елестеттім өзіме. И одан кейін мен көрген кесекке қараған кезде ойлаймын,
мен қазір оны жеймін, ол топырақ, мен топырақты қалай жеп тұрмын, ол асқазаныма барса не болады, ол қалай мен қалай топырақты жеп жатырмын, мен қалай борды жеп жатырмын, мен қалай ол жерде жататын заттар, мысалы табиғаттың заттары ғой, мысалы оны қалай жеп жатырмын деген сияқты сондай бір андай мойнымда чувство болады да. Сондай чувствоны мен өзіме қалыптастырып алдым. И сол чувствоны қалыптастыру арқылы мен кесектен түгелдей бас тарттым шыны керек. Қазір жемегеніме 3 жылдай болып қалды. Солай сізде құтыла аласыз. Ең басты айтатыным, сіз кесекті көрген кезде ойланыңыз, не үшін жеп жатсыз, не үшін керек, жетпейтін витаминдер болса барып тексеріліңіз, сол витаминдерді алыңыз. Барлығы всевозможно дейді ғой. Қазір медицина дамыған заман. И сіз анемия болып ертең денсаулығыңызды құртып оған қараған ақша төлегеннен көрі лучше кесектен бас тартқаныңыз сіз үшін эффективно. И поэтому мен сіздердің денсаулығыңызды ойлаймын, денсаулығыңыз өзіңіз үшін маңызды. Біз болашақ дәрігер ретінде сіздердің денсаулығыңыз өте маңызды. Сондықтан да қазірден сіз қараңызшы, не только сіз өзіңіздің денсаулығыңызды құртып жатсыз да, мысалы әйел болсаңыз, ертең туатын балаңыздың денсаулығын құртып жатсыз. И болашақ жақсы салауатты өмір салтын ұстанатын дені сау баланы дүниеге әкелгіңіз келетін болса, онда кесектен қазірден бас тартыңыз. Ең басты Алла тағаладан бізге берілген сый ол денсаулық. Денсаулықты өз қолымызбен құрту ол әлдеқайда жаман дүние. Мысалы адамдар қазір ішеді, шегеді, олар тоже өз денсаулығын өздері құртып жатыр. Ол арқылы көптеген ауруға душар болады. Ал кесек те бізде көптеген ауруларға алып келеді. Анемияның өзі өте үлкен ауру деп айтуға болады. Оның әртүрлі степендері бар. Сіз кесекті жей беретін болсаңыз, оның төменгі степеніне түсіп кетіп, бір күні обморок болып құлауыңыз әбден мүмкін. Сондықтан да қазірден бастап кесектен бас тартыңыздар. Ол сіздің денсаулығыңызға ешқандай да жақсы әсерін тигізбейді.